Ассалаумағалейкум бауырлар, Хамза Тимаев бауырымыз алғаш рет ұтылды. Осы видеода сол туралы талқылап айтатын боламыз, кеттік бастайық. Енді ешкім ойлаған жоқ Хамзат былай ұтылады деп. Мен өз басымда ойлаған жоқпын. Хамзат жеңеді деп ойладым ана мерзімнен бұрын. Бірақ олай болған жоқ. Ана тақырбас жауынгерде мықты екен, мойындадым. Хамзатты жеңіп алды да, красавчик. Енді Хамзаттың жеңілу себебі бұл Хамзаттың денсаулығы дұрыс болмады, мына жекпе-жекте байқаған шығарсыздар. Бұл 20 келіге жуық салмақ қуған екен да. Одан кейін бұның организмі, денсаулығы қайта дұрыс қалпына келмеді да. Содан бұл жеңіліп отыр да. Енді оған сіздер келісесіздер ма, келіспейсіздер ма білмеймін. Мен өз басым бұның жеңілу себебін содан көріп отырмын. Қараңыздар. Мына жекпе-жекті байқасаңыздар, бірінші раундта ғана Хамзат аяққа әдемі өтті да, кәдімгідей жылдам әдемі өтті. Әдеттегі жекпе-жектерінде білесіңдер ғой, қалай қатты күреседі, аяққа қалай қатты өтеді. Осы жекпе-жекте бірінші раундта ғана солай болды. Қалған раундты көрсеңіздер, мүлдем басқа адам да ана жерде. Әрең жүрді ана Хамзат. Аяққа тұрып әрең жүрді, байқасаңыздар. Шаршап қалғанын байқап тұр да бірінші раундтан кейін. Содан белгілі болып тұр бұның бірдеңесі дұрыс емес екені. Сонда бұл жерде денсаулығы дұрыс болмай қалды да. Одан Хамзатты білесіздер, бұл кішкене салмақ қуудан қиналады да бұл жігіт. Бұның алдындағы жекпе-жектерде де салмақ қуған кезде бұның түрін көрсеңдер әрең жүреді да. Жаңағы салмақ қуу мына жауынгер үшін, Хамзат үшін өте ауыр. 20 кел деген оңай ма, 20 кел деген? Сол мен ойлаймын, денсаулығының сыр беруіне байланысты ұтылып қалды деп. Әйтпесе денсаулығы жақсы, жаңағы салмақ қуғаннан кейін әдемі тынығып, денсаулығын әдемі қалпына келтіріп келген болса, ананы алып қоятын еді деп отырмын. Енді бауырларым, сіздер келісесіздер ме мұнамен? Өз ойларыңызды жазыңыздар осы жекпе-жек туралы. Мен айтып отқан жоқпын да, Хамзат жаңағы денсаулығы сыр бермеген кезде мынаны быт-шытын шығарып жиып тастайтын еді, жаңағы мынада шанс болмайтын еді деп айтып отқан жоқпын. Мынаны менсінбей жатқан жоқпын мен. Мынау мықты екен, жаңағы күреске қарсы әдемі төтеп бере алады. Бірақ сонда да Хамзат бұны балмен алып кетуге болатын еді да, егер денсаулығы сәл жақсы болса. Жаңағы жақсы тынып келген болса. Мен айтып отқан жоқпын да бұл. Бұның менсінбеуге де болмайды да бұның. Бұнда жаны бар адам ғой енді. Бұл да жаңағы күрестен қарсыласады. Сол, қысқасы түсінсеңдер, түсіндіңдер, түсінбесеңіздер, ары қарай кете беріңіздер деп па. Енді не айтуға болады тағы? Анау мықты екені бірінші раундта көрдіңдер, ол Хамзадан құлатып алды. Саспайды ғой, түрін көрсеңіздер. Бірі қалыпта жатыр ғой, анау саспайды. Мықты дайындалып келген екен. Әдетте ананың орнында басқа бір жауынгер болсыншы, Хамзат аяққа бір өтіп ана жерге бір ұрсыншы, ана жерде шашылып өзін жоғалтып алатын еді да, басқа біреу болған болса. Ондай болған жоқ. Хамзат аяққа өтіп жатыр, ананы бір көтетіп тұрып ұрды. Саспайды да бұл. Өте суыққанды ұстады өзін. Мықты жауынгер екен. Солай енді. Хамзат бұл жерде мынандай дейтін әңгімелер шығып жатыр да. Бұл Хамзатқа UFC бар ғой. Прохасканы білесіңдер ғой. Чех па? Әйтеу бір жердің жауынгері. Прохаска дейтін жауынгер бар ғой. Сонымен жекпе-жек берген екен да Хамзатқа. Ол бұдан жоғары, бұлар қазір 83-те төбелесіп отыр ғой. Бұдан жоғары салмақта екен да, жаңағы Прохаска дейтін. Содан Хамзат кішкене салмақ жинаған екен. Жаңағы ауыррақ салмаққа шығам деп салмақ жинаған. Сөйтіп жүрген ғой. Ол жекпе-жек болмай қап, мына жауынгермен жекпе-жек беріп қалғанда, содан Хамзат салмақ қуған ғой. Міне содан бұның организмі әлсіреп кетуі мүмкін да. Салмақ қосқан бұл басында, ауыр салмаққа көтерілем деп, организмға нагрузка түскен жаңағы. Салмақ жинайым деп ішкен, жеген, енді аяқ астынан мынамен шығатын болғаннан кейін салмақ қуған аз. Содан кейін денсаулық нашарлап кеткен болып отыр ғой бұл жерде. Егер жаңағы әңгіме рас болса. Негізі UFC Хамзатқа мына Прохаска дейтін жігітпен жекпе-жек берген, бірақ ол жекпе-жек болмай қалып, аяқ астынан мына төменірек салмаққа шығу керек болып қалды. Содан денсаулығы нашарлап кетті дейтін әңгімелер шығып жатыр да. Егер сол әңгіме рас болса, Хамзаттың жеңілуі осында болып тұр ғой енді. Сол енді қалай ойлайсыздар, бұл екі жігіт реванш өткізсе, Хамзат дұрыстап тынығып келсе, мына шоуды алып қоя ма? Өз ойларыңызды жазыңыздар. Тоқтаңдар, енді бұл жерде былай да енді. Хамзат пен Шавкатты бір төбелестіріп жерде қалай болады деген, Бірақ Шавкат біздің 77-те. Мына Хамзат 83-ке әрең қуып жүр да. 77-ге түсу мүмкін емес та бұл жерде. Хамзат пен Шавкаттың жолы осы жерден екі жаққа кетті ғой. Міне.
екі жауынгер UFC-де төреші деп ойламаймын өз басым. Енді осы Хамзат бауырымыз жеңілгеннен кейін небір әңгіме болып отыр да осы жекпе-жек туралы, Хамзат туралы. Мына Хамзат пен Хабибті айтып отқандар бар да. Бүйтеді да. Бұл Хамзат пен Хабиб салыстыруға келмейді дейді да. Хабиб бөлек, басқа деңгей дейді да. Олар мынаны айтып отыр одан кейін. Мына Хамзат пен осы қарсыласы бар, тағырбас жігіттің аты кім еді? Шон ба? Екеуі жекпе-жек алдында бір-біріне айтпағанды айтты да бұлар. Боқтады да, ауыздарына ақ ит кіріп, көк ит шығып, көрген шығарсыздар. Айтпағанды айтты. Ана Шон Хамзатты жаман боқтап салды, айтады да, сен шешенский бірдеңесің деп тұрып боқтайды да. Не бір әңгіме айтты. Осы тұсы мына Хабиб пен Конордың жекпе-жек алдындағы треш токстарына ұқсады да. Олар да бір-бірін боқтады. Ойлады да, енді шайқас болады. Бұл екеуі енді жекпе-жектен кейін де бір-бірін бытшын шығарады ау деп. Жаңағы Хабиб пен Конор сияқты. Бірақ онда ештеңе болған жоқ. Жекпе-жек басталды. Бір-біріне қол беріп жатыр да. Қол береді, амандаса жекпе-жектен кейін де бәрі әдемі бітті. Хамзат өзі белдікті алып, ана Шонның беліне тағып жатыр да. Бана жекпе-жектің алдындағы әңгімелер әшейін әңгіме болып қалды да. Әшейін қалай десем болады. Әшейін сөз болып қалды да. Әйтпесе ананың әңгімесін естісеңіздер бар ғой, Құдай сақтасын, жағаларыңызды ұстайсыздар. Жаңа Хамзаттың ұлтынан алып боқтап отыр да. Сен шешенский осындайсың деп. Не деген сұмдық анау? Анау үшін. Бағанағы Хамзат поясты алып, белдікті алып, жекпе-жектен кейін Шонның беліне тағып отыр ғой. Сол сәтті пайдаланып, жаңағы сөзі үшін Шонның басынан бір перу керек еді да. Осы жерін көп айтып отыр да. Мына Хабиб пен Хамзатты салыстырмаңдар дейді. Хабиб бөлек дейді да. Жаңағы Хабиб пен Конордың жекпе-жегімен осы Шон мен Чимаевтың жекпе-жегін салыстырып айтып отыр да. Хабибті қараңдар. Жаңағы Конормен қалай жекпе-жек алдында бұлар да треш жасады. Конор мына Хабибті қалай боқтады. Жекпе-жектен кейін, енді жекпе-жекте жеңіп алды ана кімді? Конорды. Жекпе-жектен кейін тағы сабады да бұларды командасымен қосып Хабиб. Ана сөздері үшін, жекпе-жек алдында айтқан неше түрлі боқтықтары үшін көкелерін танытты да. Хамзаттан да осыны күтті да. Фанаттар Хамзаттан да осыны күтті. Бірақ Хамзаттың андай әңгімесінен кейін қай десем болады. Кішкене Хамзат сол жер кішкене дұрыс қабылдамай жатыр да. Ой, Хабиб пен Хамзатты салыстырмаңдар. Хамзат қайда, Хабиб қайда? Хабиб бөлек деп жатыр да.